Сәлеметсіздер ме? Бүгін НИШ дарын РФМШ сынды элиталы мектептерге дайындалып жатқан оқушылар үшін кереметтей емтиханда келген есептерді талдайтын боламыз. Әрине сіздерге пайдасы тиеді деген үміттемін. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бірінші есеп, үшбұрыштың периметрі 45 см дейді. Ал олардың қабырғаларының қатынасы 2, 3, 4 қатынасына берілген. Үшбұрыштың әрбір қабырғасының ұзындығын тап дейді. Мұнда бізде АВС деген үшбұрыш берілген екен. Осы жерде қабырғалар мынандай қатынастарға бөлінген. Бізде ең қысқа қабырғасы, АВ қабырғасы 2х, яғни 2 бөлікке тең болады. ВС қабырғасы 3х және де АС қабырғасы 4х-ке тең болады екен. Осы үшбұрыштың қабырғаларының қосындысы, яғни осы үшбұрыштың периметріне тең болады. Енді үшбұрыштың қабырғаларын қосайық, 2х қосамыз 3х қосамыз 4х. Осы қабырғалардың қосындысы осы үшбұрыштың периметрі, яғни 45 см-ге тең болады екен. Мұндағы енді x-ті табамыз. 2x-ға 3x-ті қоссақ 5x, 5x-ға 4x қоссақ, яғни 9x болады. 9x тең болады 45 см. Мұндағы x табатын болсақ 45-ті, яғни 9-ға бөлеміз. Сонда x-іміз бізге 5-ке тең болады екен. Мұндағы 5 сәке, мұндағы АВ қабырғасының ұзындығын табу үшін 5-ті 2-ке көбейтеміз. Мұндағы 2-ке 5 көбейтетін болсақ, АВ қабырғасының ұзындығы 10 см. ВС қабырғасының ұзындығы 3-ке 5 көбейтсек, яғни 15 см. АС қабырғасының ұзындығы 4-ке 5 көбейтетін болсақ, 20 см шығады екен. Мұны барлық қабырғасының ұзындығы осылай табылады. Келесі екінші есеп. Тіктөртбұрыштың периметрі 40 см-ге тең. Мұндағы тіктөртбұрыштың периметрі 40 см. Егер қабырғалардың қатынасы 3-тен 2 қатынасқа тең болса, онда тіктөртбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Мұнда тіктөртбұрыштың бізде ұзындығы және ені бар. Мұнда ені және де ұзындығы. Мұндағы ұзындығы бізде 3х-қа тең, яғни 3 бөлікке тең деп қарастыруға болады. Ал мұна енін 2х-қа тең. Енді осы тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосамыз. Яғни 3х-қа 2х-ті қосамыз, сосын 2-ке көбейтеміз. Сонда осы бізге берілген тіктөртбұрыштың периметрі шығады екен. Енді 3х-қа 2х-ті қосып 2-ке көбейтетін болса, мұна тіктөртбұрыштың периметрі бізде 40 см-ге тең. Енді 3х-қа 2х-ті қоссақ 5х, 12-ке көбейтетін болсақ 10х-қа тең болады. 10х тең болады 40-қа, х-тен 40-ты 10-ға бөлетін болсақ, х-іміз бізге 4 см-ге тең болады екен. Енді мұндағы 4-ті әкеп, х-ті орнына қоямыз. 3-ке 4 көбейтетін болсақ, сонда осы тіктөртбұрыштың ұзындығы 12 см, ал ені 2-ке 4 көбейтетін болсақ, 8 см-ге тең болады екен. Енді осы тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін, яғни ұзындығына енін көбейтсек жеткілікті. Сонда бізде ұзындығы 12 см, ал ені 8 см. 12-ке 8 көбейтетін болсақ, бізде ауданы 96 см квадрат болады екен. Келесі үшінші есебіміз. Тіктөртбұрыштың периметрі 32 см, қабырғаларының қатынасы 3-тен 2 қатынасқа тең. Тіктөртбұрыштың ауданын табыңыз. Дәл осындай есеп екен. Бізге берген тіктөртбұрыштың периметрі бізде 32 см-ге тең екен. Ал қабырғаларының қатынасы ұзындығы, яғни 3х, ал ені 2х-қа тең. Енді периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосамыз. 2х-ға 3х-ті қосып 2-ке көбейтетін болсақ, осы тіктөртбұрыштың периметрі шығады, яғни периметр бізде 32 см. 2х-ға 3х 5х, 12-ке көбейтетін болсақ, яғни 10х болады. 10х тең болады 32 см. Мұндағы х табу үшін 32-ні 10-ға бөлеміз. 32-ні 10-ға бөлетін болсақ, бізде 3,2-ке тең болады екен. Енді х-ті тауып болдық біз. Мұны х-ті әкеп орнына қоямыз. Яғни 3-ке 3,2-ні көбейтетін болсақ, сонда бізде тіктөртбұрыштың ұзындығы, яғни 9,6-ға тең болады. Ал ені болатын болса, 3,2-ні 2-ке көбейтетін болсақ, 6,4-ке тең болады екен. Енді осы тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтсек жеткілікті. Бізге ұзындығы 9,6-ға тең, ал ені 6,4-ке тең. Мұнда көбейте салайық, яғни 96-ға 64-ті көбейтсек жеткілікті. Яғни ондық бөлшектерді көбейткен кезде түріне қарамай көбейтіп, түрін сосын қойсаңдар бола береді. 4-ке 6-ны көбейтеміз, 24 4 түсіп 2 ойда, 4 жүрегі 4 36, ойдағымен 38. 6 6 36 6 түсіп 3 ойда, 6 жүрегі 9 54, ойдағымен 57-ге тең болады екен. Мұнда 4 түседі. Қосатын болсақ, 8-6-ны қосақ 4 түсіп 1 ойда,
3-ке 7 болса 10, ойдағымен 11, мұнда 5, ойдағымен 6 болады екен. Сонда 6144 деген сан шығады. Яғни үтірден кейін бізде бір сан, екі сан бар. Үтірден кейін екі сан міндетті түрде тұру керек. Сонда бұл бізге берілген тікбұрыш бұрыштың ауданы 61,144 сантиметр квадратқа тең болады екен. Так, келесі төртінші есебіміз. Отбасының ортақ жастары 75 жасты құрайды. Әкесі анасынан 5 жас үлкен, анасының жасының қызының жасына қатынасы 3-тен 1-ге тең, кім қанша жаста дейді. Енді мұндай мәтінді есептер шығарсын міндетті түрде кілт сөздерді анықтап алу керек. Бізде анасының жасы қызының жасына қатынасы, анасының жасының қызының жасына қатынасы 3-тен 1-ге тең. Бізде әкесі, анасы, қызы жастарының қосындысы жалпы 75 жасты құрайды екен. Енді мұнда қатынасқа назар аударайық. Бізге анасының жасының қызының жасына қатынасы. Қызын біз x деп алатын болсақ, яғни қызын x деп алатын болсақ, қызы кіші ғой. Сәйкесінше қызын 1x деп аламыз. Ал анасы болса 3x-қа тең екен. Яғни қызынан 3 есе үлкен екен. Ал әкесі анасына қарағанда, анасы бізде 3x еді ғой, анасына қарағанда 5 жас үлкен. Онда әкесінің жасын анықтау үшін бізде әкесін 3x деп аламыз, оған 5-ті қосатын болсақ, анасына қарағанда 5 жас үлкен болады. Енді осылар жастарының қосындысы бізге 75 жасты құрайды екен. Енді осылай теңдеуді аяқтаса жеткілікті. Мұндағы 3x қосамыз 3x, қосамыз x тең болады 75. Мұндағы қосу 5-ті келесі бетке азайтып өткізе саламыз. Сонда x-тардың қосындысы 7x-қа тең болады 75-тен, мұнда 5 екен ғой. 75-тен 5 азайтатын болсақ, 70. X табатын болса 77-ге бөлеміз, сонда x-іміз бізге 10-ға тең болады екен. Енді мұндағы x-дің орнына әкеп 10-ды қоямыз. Сонда қызының жасы 1x еді, яғни қызы 10 жаста екен. Анасының жасы 3x-қа тең, 3-ке 10-ды көбейтетін болсақ, анасының жасы 30 жасқа тең болады. Ал әкесінің жасы, яғни анасына қарағанда 5 жас үлкен, онда әкесі бізде 35 жасқа тең болады екен. Сонда отбасының жастарының қосындысы мұнда 75 жасты құрайды екен. Так, келесі 5-ші есебіміз. Егер А дейді, бізде 2,3 қосылған 5,8 көбейтілген 3,7-тен 5-ке тең болатын болса, а Б дегеніміз мынадай өрнекке тең болатын болса, А-ның В-ға қатынасын табыңыз дейді. Яғни А-ны В-ға бөлгенге, яғни қатынасы табуымыз қажет. Ол үшін біз А мен В-ны жеке-жеке есептеп анықтап алайық. Так, бізде А дегеніміз, А өрнегіміз 2,3-ке 5,8-ді қосатын болса, жарайды біз былай қарастырып көрейік онда. Так, 2,3-ке бізге 5,8-ді қосамыз, бізге 1 түсіп 1 ойда. 2-ке 5 қоссақ 7 ойдағымен, яғни 8,1-ге тең болады екен. Осы 8,1-ді біз, яғни А өрнегін табу үшін, яғни 8,1 деп, яғни біз 1-ден аралассаң айналдырып жібере салайық, 1-ді көбейтеміз, яғни 3,7-тен 5-ке. Сонда бізде екен аралассаны бұрыс бөлшекке айналдырамыз, яғни 10-ға 8 көбейтіп 1-ді қойса, яғни 10-нан 81-ге тең болады. Көбейтеміз, мұнда 7, 7-ге 3-те 21, ойдағы мен 21-ге 5 қосса, яғни 26-ға тең болады. Мұнда қысқаратын нысандар бар. 10 мен 26-ны екеуін 2-ге қысқартамыз. Мұнда 5 болады, мұнда 13. Мұнда бөлшектің бөлімі 35. Немесе көбейтпей қойық. Бізге мұнадай қазақ қысқаратын нысандар шығып қалуы мүмкін. Сол үшін мұндағы 5 көбейту 7, бөлшектің алдында 81 көбейтілген 13 деп қоя салайық. Так, келесі екінші В өрнегін қарастырып көрейік. Яғни 4,9-дан 2,13-ті азайтатын болсақ, мұны азайтып алсақ, 4,9-дан 2,13-ті азайтатын болсақ, 9-дан 3-ті азайтатын болсақ, 6, 4-тен 2-ні азайтатын болсақ, 2. 2,16-ға тең болады. Бірден біз оны бұрыс бөлшекке айналдыра салайық. Араласаңа 2,16 бөлінген 9-дан 7 тең болады. Так, бізде 10-нан 26-ға тең болады. Бұрыс бөлшекке айналдырсақ, көбейтеміз. Мұндағы бөлшектерін орнынан ауыстырсақ, біздің бөліміз көбейтуге айналады екен. 7-тен 9. Мына жақта қысқаратын нысандар жоқ, яғни 10 көбейтілген 7, бөлшектің алдында 26 көбейтілген 9-ға тең болады екен. Енді бізге мына жерде
А-ның В-ға қатынасын табыңыз деген, яғни А-ны В-ға бөлеміз. Біз жердегі А дегеніміз 81 көбейтілген 13 бөлінген 5 көбейтілген 7-ге тең. А В дегеніміз 26 көбейтілген 9 бөлшектің бөлімінде 10 көбейтілген 7-ге тең. Міне А-ны А өрнегін В өрнегіне бөледі екенбіз. Енді 81 көбейтілген 13 тұра берсін, яғни 5 көбейтілген 7. Бұндағы бөлшектің орындауын ауыстырамыз, яғни 10 көбейтілген 7 бөлшектің алымына шығады. Ал 26 көбейтілген 9 бөлшектің бөліміне түседі екен. Мына жерде көрдіңіздер ме? Жаңа жақта қысқартпағанымыздың бізге пайдасы. Мұндағы қазір бұл жерде қысқартылмаған өрнектерді көбейтіп үлкен сан шығарып алатын еді. Үлкен санды есептеу әрине қиын. Сол үшін қысқартпағанның пайдасы мына жерде қазір барлығын қысқартайын деп жатырмыз. Яғни көбейтіліп тұрған кезде бөлшектің алымы бөліміне қысқаратын сандардың барлығын қысқартуға болады. Мына 7 мен 7 қысқартылады. 10 мен 5 қысқартсақ болады, мынаған 1-ден, мұнда 10-на 2-ден. 13 пен 26-ны қысқартсақ болады. 13-ті 13-ке бөлсек 1, 26-ны 13-ке бөлсек 2. 81 мен 9-ды қысқартсақ болады. 9-ға бөлсек 1, 81 9-ға бөлсек 9. Енді басқа қысқартылатын сандар жоқ. Енді бөлшектің бөліміндегі санның бәрін бір-біріне көбейтеміз. 1, 2, 1 барлығын көбейтілгенде 2-ге тең. Бөлшектің алымындағы сандар 9 көбейту 1 көбейту 2, яғни 18-ге тең. Мұнда 2 мен 2 қысқарады екенді біз қарамадық. Енді 18 2-ге бөлетін болсақ, бізге 9-ға тең болады. Сонда А-ның В-ға қатынасы бізге 9-ға тең болады екен. Мінекей емтиханда келген біраз есептерді талдадық. Бұйырса алдағы уақытта көптеген видеоларда қарастыратын боламыз. Әрине каналымызға жазылып, қоңыраушаны басып қоятын болсаңыз, бізге бірінші салған видеоны сіз алғашқы болып көре аласыздар.